Madina, hoş geldinizler. Abke hoş geldiniz. Kanşinaga. Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналымның көрермендері. Сіздермен бірге Айсылу Нуридин қызы. Бүгін біз сіздермен бірге Мадина қаласындамыз. Бұл біздің сүйікті пайғамбарымыздың жатқан жері, осындай ыстық және киелі Мадина қаласы. Мадина ислам әлеміндегі қасиетті қалалардың бірі. Мұсылмандар үшін бұл қала ерекше маңызға ие. Себебі мұнда Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өмірінің соңғы жылдарын осында өткізген және оны қасиетті мешіті Масжид ан-Набауи орналасқан. Біз бұл қасиетті жерге қажылық жасау үшін келдік және осы сапарымыз біз үшін рухани байлық пен өмірлік маңызға ие. Мадина қаласы өзінің тыныш атмосферасымен, қонақжайлылығымен және ислам тарихындағы орнының маңыздылығымен таң қалдырады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл Мадина қаласының аэропорты. Біз Абу-Дабиден ұшып келдік. Бұл сапарымыз біздің турсыз, яғни өзіміз келдік. Енді кеп Расулуллах пайғамбарымызға барамыз, сәлемдесеміз. Кімдегін сәлем деп айтса, сол сәлемін жеткіземіз. Ал жақсы жол ашайық. Ал давай. Осылайша аэропорттан таксиді жалдап ан-Набауи мешітіне қарай және қонақ үйге қарай жол тарттық. Жалпы мешіттің айналасында осындай қонақ үйлер өте көп. Біз өзіміз білетін қонақ үйге орналасамыз. Егер де сіздер өздеріңіз келіп жатсаңыздар, онда алдын ала қонақ үйді брондап қоюларыңызға болады. Booking приложениясы арқылы брондап қоюға болады, бірақ та біз үшінші рет келіп жатқандықтан өзіміздің үйреніп қалған қонақ үйімізге келе жатырмыз. Егер де қажылыққа келгіңіз келіп жүрген болса, онда мен сіздерге кеңесім, бірінші рет келетін болсаңыз, онда әрине турмен келгеніңіз жөн болады, өйткені қонақ үй, баратын жеріңіз барлығы дайын тұрады. Біз енді өзіміз әбден үйреніп алғандықтан осылай қонақ үйге өзіміз орналасуды жөн көрдік. Және де алдыңғы уақыттарда сіздерге турсыз қалай келуге болады, соны айтып өтетін боламын. Бұл біздің орналасып жатқан қонақ үйіміз Джайден деп аталады. Бұл енді люкс қонақ 5 жұлдызды қонақ үйлердің бірі. Бұл жерде әрине комфорт және де мешітке бір қадам жақын, өте жақын жерде орналасқан. Бұл қонақ үйдің маған ұнаған жері өте жақын жерде орналасқан мешітке, яғни кез келген уақытта қиналмай мешітке барып келуге болады. Және де іші таза, қызметкерлер де өте қонақжай, өте жақсы қонақ үй. Бір күндік бағасы 70.000 теңге. Әрине, егерде одан да арзан бағада табам десеңіздер, қонақ үйлер өте көп. Енді бұл жақта қонақ үйлердің бағалары мешітке жақын жерден немесе алыс жерде екеніне байланысты бағалар әртүрлі. Сіз егер қалтаңыз көтермесе, басқа қонақ үйлерді табуыңызға болады. Өте арзан бағада қонақ үйлер табуға болады. Біз бұл жолы Мадинада 2 күнде болуды жоспарладық және де қалған күндерді Мекке қаласында өткіземіз. Алла бұйырса. Көріп тұрғандарыңыздай, қонақ үйдің іші де өте әдемі, сондай. Қазір заттарымызды орналастырып, бөлмеге орналасып, одан кейін мешітке қарай жол алатын боламыз. Сіздерге осылай қонақ үйдің ішін обзор жасағым келді. Көріп тұрғандарыңыздай, дизайны өте әдемі, сондай. Жалпы бұл жақта қонақ үйлерде барлығы әдемі, жайлы жасалынған. Қорықпай келуіңізге болады. Тамақтан ешқандай қорқыныш, ешқандай қауіп жоқ, барлығы жақсы.
маған Мадина және Мекке қалаларының ұнайтыны бұл жақта сондай әдемі мисктің истері, сондай хош истер өте көп. Сол жағымен маған бұл қалалар өте қатты ұнайды. Егер де келіп жатсаңыздар, сіздің есіңізде өмір бақи қалады. Өйткені хош истер мұнда барлық жерде, сондай арабтардың бір артықшылығы осындай. Олар хош истерді өте қатты жақсы көреді. Көріп тұрғандарыңыздай, біз өзіміздің бөлмеге келдік. Бөлменің іші жарық, үлкен және де таза екен. Мұнда барлығы осындай заманауи стильде жасалынған. Қазір сіздерге бөлменің ішінің обзор жасап көрсетемін. Қажылыққа келетін кезде өзіңізбен бірге шампунь, сабын, щетка сияқты алмауымызға да болады. Ал егер де өзімнің қолданатын шампуньдарым немесе сабындарым десеңіз, онда ала келіңіз. Бірақ та осындай қонақ үйде барлығы бар, дайын. Ал ендіше біз қонақ үйге орналастық. Енді мешітке қарай жол тартамыз. Қонақ үйімізге мешіт көріп тұрғандарыңыздай өте жақын. Қонақ үйге орналасқасын міндетті түрде дәретіңізді алып, жуынып, тазаланып, мешітке қарай жолға шығамыз. Әйел кісілер әрине оранған түрде ұзын көйлектерімен орамалдарын тағып алады. Ал ер кісілер болса, өздерінің күнделікті осындай таза киімін киіп алуға болады. Бұл жерде ихрам киілмейді. Ихрам ол Мекке қаласында киіледі. Осылай жолда көптеген көгершіндерді көресіздер. Мекке, Мадина қаласында көгершіндер өте көп. Қазір зонтиктер көріп бастады. Ойлаған иә, Мари? Пайғамбардың қонаққа келген күнде салауат айтып жүр. Машалла. Қажыларымыз қалай эмоция? Уже жыбырлап отыр Мәдина деген. Жылау ма? Машалла. Марина әже, сізде қандай? Қалай болып отыр сезім Марина әже? Маған қарап отырсаңызшы? Күшті ма? Су сұрап келе жатыр ғой, су. Пайғамбарымыздың мешіттеміз. Жасыл күмбездің астында Мекке пайғамбарымыз жатыр.